Молодой агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дәнді және майлы дақылдарды отырғызу және ірі қара мал өсірумен айналысады. Серіктестікте 15-ке жуық жұмысшы қызмет атқарады. Бұл жолы серіктестік өздерінің қаражатына солтүстік Германия елінен Гольштина Фриская тұқымды 34 бас ірі қара малды алдыртқан. Айтуларынша, бұл өнімділігі жоғары сүт бағытындағы ірі қара мал тұқымы. Бұл Джерси тұқымынан озып, әлемдегі ең көп таралған сүтті мал қатарына жатады. Встретили сегодня. Бүгін солтүстік Германиядан келген әрі қара малды қарсы алдық. Бұл сүттері қара мал тұқымы. Жолда 3 күн бойы жүріп келді. Жолда барлығы жақсы болды. Бұл Гольштина Фриская тұқымды әрі қара мал. Тағы да 150-ге жуық әрі қара малды алдырту жоспарлануда. Бұл тұқым біздің ауа райына икемделген. Бұрын Гольштина Фриская тұқымды ірі қара мал сүтті және етті сиыр ретінде тарихқа енген. Бірақ қазіргі уақытта ол сүт тұқымына көбірек жатады. Себебі бұл тұқымда ет шығымы ет бағытындағы сиырларға қарағанда әлде қайда аз. Гольштина Фриская бұқалары қатал мінезге ие. Қызылжар ауданы ірі қара мал өсіру бойынша облысымызда жақсы көрсеткіштерге ие аудандардың бірі. Аудан әкімінің орынбасары бұл тұқымды ірі қара малға жақсы баға беруде. Сегодня мы являемся... Бүгін біз Қызылжар ауданында орналасқан Молодой агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ірі қара малдың келуіне куәгер болып отырмыз. Бұл жерде Гольштина Фриская тұқымды 34 бас ірі қара мал келді. Бұл тұқым біздің ауа райына икемділігі бойынша өзін жақсы көрсете білді. Ауданға инвестициялық жобалардың арқасында тағы да 150-ге жуық ірі қара алдырту жоспарлануда. Қазіргі таңда малдардың құжаттары рәсімделуде. Бұл жобаның арқасында тағы да жаңа 20 жұмыс орны ашылады. Серіктестік жыл соңына дейін ірі қара мал санын өсіруді жоспарлауда. Азат Құрмаш, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.